Bir подъезде тұратын екі семья, бірінші этажда ауырған бала, бесінші этажда тұратын балаға жұқтыруы мүмкін. Құрметті аналар, бүгінгі біздің тақырыбымыз көр деп аталады, яғни баладағы бөртпемен, температурамен, интоксикациямен, баланың көзінің жасауырауымен жүретін жоғары контагиозды, яғни жұғу ықтималдылығы жоғары вирусты инфекция. Бұның қоздырғышы РНК жаңа көрдің вирусы болып табылады. Енді жұғу ықтималдылығы жоғары деп жатырмыз. Бұл қалай мен мысал ретінде келтірейін. Bir подъезде тұратын екі семья, бірінші этажда ауырған бала, бесінші этажда тұратын балаға жұқтыруы мүмкін. Вентиляционный шахта арқылы. Осындай жоғары жұғу ықтималдылығы бар вирус туралы бүгін біз айтатын боламыз. Көрдің негізгі белгілері қандай, сіздерге нақты түсінікті, әрі сіздер аздап болса да белгілерін оны ажырата білу үшін мен төмендегі белгілерді айтамын, сіз жаттамаңыз. Бірінші кезекте көрді бізде температура болады. Температура жоғары 39-39-5 температураны беру мүмкін. Және де мына араңның, яғни тамақтың қызаруы, о жердегі гиперемия, отечность, ісік пайда болуы тамақта. Одан кейін көздің жасауырауы, мұрыннан су ағуы, балада қатты интоксикацияның әсерінен бас ауруы, және де поэтапный сыйптың поэтапный шығуы, яғни бөртпе балада құлақ артынан бастан басталады да төмен қарай, мысалға 5-6 сағаттан кейін кеудеге жайыла бастайды. Ертесіне уже бел, одан төмен қарай аяғының ұшына дейін поэтапно рет-ретімен бөртпенің пайда болуы. Ал осы кезекте енді жазылу кезінде де, яғни бала уже жазылу уақытында да высыпание дәл солай бөртпелері поэтапно кететін болады, кезең-кезеңімен. Яғни бірінші құлақ артынан кетіп бастайды, корочка пигментация, одан кейін кеудедегі кетеді, одан кейін төмен қарай солай толығымен төгіледі. Бұл көрді бізде пигментация деген нәрсе бар, яғни бөртпенің ізінің белгілі уақытқа дейін денеде қалып кетуі. Енді сіздің балаңызда көр көремес екенін бірінші кезекте қалай анықтауға болады? Балаңызда температура болған кезде сіз міндетті түрде егер үй жағдайында мысалы ауыз қуысына қарайтын болсаңыз, бөртпеден бір күн алдын, 1-2 күн алдын мына баланың ұртында манный каша секілді филатов кофлик дақтары пайда болады. Бұл дегеніміз, яғни жаңағы бөртпе пайда болардан алдыңғы кезең. Өзі көрдің негізгі кезеңдерін ажыратамыз. Бірінші кезеңі бізде инкубационный период, яғни балаңыз көрмен ауырған науқаспен контакт болғаннан кейін 21 күнге дейін созылуы мүмкін. Яғни сіздің балаңыз бүгін контактқа түссе, сондай ауырған адаммен, ауырып жатқан адаммен 21 күннің ішінде сіздің балаңызда осы белгілер пайда болуы мүмкін. Екінші кезеңі ол ауру кезеңі, яғни температура жаңа бөртпемен пайда болады. Ал үшінші кезең бізде жаңа пигментация. Бөртпе толығымен денеден жоғалғанымен, оның орындары дақтары қалып кетуімен көрініс беретін үшінші кезең болып табылады. Енді көр кезінде жалпы бірінші біз неден қорғануымыз керек? Бірінші кезекте интоксикация ауыр дәрежелі өтуіне байланысты вирусты энцефалиттерден, мозговой жаңағы миға байланысты симптомдардың дамып кетуінен, асқыну дамып кетуінен қорғануымыз керек. Ол қалай? Бірінші кезекте балаңызды жақсылап атпай айтып отырасыз, яғни интоксикация кезде мен әрдайым әр видеомда айтамын, бала температура өткен кезде, бала қатты ысыған кезде ағзадағы су мөлшерін жоғалта бастайды, испарение болады дененің бүкіл бөлігімен. Сол үшін сол жоғалтқан судың деңгейін ағзаға қайта толтырып отыру үшін сіз балаға тұрақты су беріп отыруыңыз керек. Бұл біріншісі. Екіншісі, біз жоғары температураның салдарынан балада судорога секілді асқыну болмау үшін, яғни тырысу болмау үшін мүмкіндігінше 38 градус Цельсийден асқан ыстықты әрдайым парацетамолмен, балауыздармен немесе ибуфер сияқты суспензиялармен түсіріп отыруыңыз қажет. Немесе обтирание жасайсыз, суспензиямен түсіресіз. Мүмкіндігінше қатты жоғары температура бермеуге тырысыңыздар. Үшінші кезекте мына денедегі бөртпе қышуына байланысты сіз балаңызға кетатифенді немесе супрастиннің таблеткасын қолдансаңыз болады. Бұл бір реттік күніне бір мезгіл қолданылатын препараттар тобы. Сол себепті мүмкіндігінше кешкі уақытта балаға өзінің салмағына, жасына сай дозада осы препараттарды берсеңіз болады. Бұл денедегі қышуды басады. Енді противовирусты терапия ретінде мен сіздерге, егер балаңыз 2 жасқа дейін бала болатын болса,
кәдімгі виферон свечиді, әрі иммуностимулятор, иммунитетті ынталандырады, әрі вирусқа қарсы альфа-2 дейміз, біз сол свечасын қолдансаңыз болады. Бұл 2 мезгіл таңертең кешкісін 10 күн мерзімге дейін қолдануыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Егер балаңыз ойдан жоғары жаста болатын болса, кроприносил суспензиясын 2 жастан асқан балаларға, немесе сіз кагацел секілді 6 жастан асқан бала болса, кагацел секілді вирусқа қарсы препараттарды қолдануыңызға болады. Тақырыпты енді мысалға қорытындылайтын болсақ, сіздің балаңызда егер температура, мұрнынан су ағу, көзінің жас ауруы, көздің қызаруы, және де балада жөтел болуы мүмкін, бұл кезде әлсіздік, жоғары температура және де денесіндегі бөртпе бастан аяққа қарай кезең-кезеңмен пайда болып жатса, сіз бірінші кезекте осы кор ауруы туралы ойлауыңызға болады. Енді қандай жағдайда біз ауруханалық көмекке жүгінуіміз керек? Егер сіздің балаңыз қатты әлсіз болып жатса, көп ұйықтай беретін болса, немесе сіздің балаңыз жоғары температураның салдарынан сандырақтап жатса, немесе тіпті тәбеті болмай, еш нәрсе ішпей, жемей, тіпті судан да бас тартып жатса, міндетті түрде сіздің балаңыз аурухана деңгейінде емделуі керек. Бұл ауырлықтың дәрежесін айқындайтын негізгі белгілер. Ал енді сіздің балаңыз температураны жақсы көтеретін болса, көңіл күйі салыстырмалы тұрғыда дұрыс болатын болса, бұл кезде амбулаторлық деңгейде дәл солай дәрігердің нұсқаулығын, тағайындалуын алу арқылы үй жағдайында емдеуіңізге болады. Енді егер сіздің үйіңізде бір бала осы кормен ауыратын болса, кормен ауырған жағдайда сіз үйдегі басқа балаларды мүмкіндігінше оқшаулағаныңыз дұрыс. Өйткені адам бір рет кормен ауырғаннан кейін оның сол корға қарсы антитела организмде қарсы күші өмір бойына сақталып қалады. Яғни адам өмірінде бір-ақ рет қана ауырады кормен. Бірақ бұл жоғары жаңағы жұғу ықтималдылығы жоғары болғандықтан үйдегі балаларды мүмкіндігінше оқшаулағаныңыз дұрыс. Себебі егер үйдегі басқа балаларыңыз ауырмаған болса, олар 90% жағдайда осы вирусты жұқтырып, дәл солай ауыруы мүмкін. Пайдалы ақпарат болса, лайк басыңыздар, төменде комментарий ойларыңызды, сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Біз әрдайым сіздердің пікірлеріңізді оқып отырамыз, сіздердің сұрақтарыңызға жауап жазып отырамыз. Осы каналға тіркеліңіздер және бізді қолдаңыздар. Біз бұдан да пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз. Және де дәл осы видеоның астында описанияда менің әлеуметтік желідегі, яғни TikTok, Instagram әлеуметтік желілерінің ссылкасы бар, сілтемесі. Сол сілтемеге өту арқылы сол страницаларға тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де қысқа мәтінді, қысқа уақытты өте пайдалы видеолармен біз бөлісіп отырамыз. Және сіз менің Instagram, TikTok'ыма тіркелу арқылы менің атымнан жасалынатын сыйлықтарды сіз иемденуіңізге мүмкіншілігіңіз болады. Сол себепті міндетті түрде TikTok'қа тіркел, Instagram'ға тіркел, менімен әрдайым бірге бол.